Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгін мен сіздермен өзімнің арнамда біраз мәселелерді талқылауға тырысамын. Талқыламас бұрын ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Сіздерге лайк басу қиын емес, осы нәтижесінде YouTube менің арнамын дамытады, аудиториямды кеңейтеді. Құрметті қазақ елі, қазіргі уақытта әлемдік геосаясатқа қарасақ, көп мәселелер болып жатыр. Бірінші мәселе бұл халықаралық заңдарға үлкен мемлекеттер тыңдамай, өздерінің стратегия жағынан мемлекеттердің жағдайын көтеріп жатыр. Соған қарасақ, біздің жоғары қолбасшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев дипломатия жағынан барлық жұмыстарын атқарып жатыр. Бірақ менің ойымша, осы жағдайда үлкен державалар, олар өздерінің қарулы күштеріне тіреніп, әлемдің жоғары саясатты жүргізіп жатыр. Бізде де Қазақстанда өздеріміздің біріншіден қарулы күштерімізді дамуға керек. Екіншіден, барлық аймақтарымыз осы әскери жағынан дайын болу тиісті. Барлық ер азаматтар, қыздарымызды дайындауға қазіргі уақытта тез арада керек. Бірнеше ай бұрын біздің қорғаныс министрлігіне министрінің бірінші орынбасары, бас штабтың бастығы генерал-лейтенант Қаныш Абубакиров тағайындалды. Менің ойымша, бұл өте дұрыс. Мен сенімдімін, осы әскери адам, генерал, нағыз қазақтың патриоты, жақсы қазақтың әскери тарихын, отан тарихын білетін адам. Көріп жатырмыз, бірінші қадамдары ол әскери бөлімдеріміздің дайындығын қарастырып көтеріп жатыр. Бірақ тек қана адамдардың дайындығын көтеріп, ең мықты әскерлердің арасына біз кіре алмаймыз. Негізі бізге технология жағынан, техника жағынан, әскери ғылым жағынан, әскери білім жағынан көп мәселелерді шешуге болады. Бірақ осы жолында жұмыс атқаратын адамдарға көз қарасын бұруға керек. Сонда инициативтік, білетін, білімді адамдарды қоюға керек. Білмейтін адамдар кедергі жасайды. Сонымен менің ойым сондай, кадрлық жағынан осы орта лауазым атқаратын адамдарға қарауға керек. Сол лауазымды ғылым жағынан, білім жағынан тек қана білетін адамдар, еркін өздерінің ой-пікірін айта алатын адамдар керек. Негізі тыныш отыратын, өздерінің лауазымын қорғайтын адамдар сонда керек жоқ. Сол бағытта көп мәселелер қазір қарастыруға керек. Негізі біраз мәселелерді, сарбаздар арасында шығатын мәселелерді шешеді тек қана жаңа офицерлер. Сол жаңа офицерлер, сержанттар оқу орындарынан шығатын. Сол оқу орындардан бастап реформа жасауға керек. Сонда ғана 10 жылдан кейін біз осы жұмыстан нәтиже көреміз. Сонымен осы жас генералдар, қорғаныс министрінің орынбасарларға айтатым, өздеріңіздің лауазымды атқаратын орындарда патриоттық жағынан, білім жағынан адамдарға ары қарай көтеріңдер. Жай өздерінің ой-пікірін айтпайтын адамдар
тек қана ешқашан біздің осы өздерінің істеген саласында ешқандай өзгерістер әкелмейді. Негізі бұл аксиома. Орысша айтқанда болото болады. Ешқандай жаңалықтарды қарамай, тек қана бастықтың аузына қарап, өздерінің ойын көрсетпей, бұл карьеристер. Тек қана үлкен лауазымға кіріп, өзінің осы лауазымда сақтап отырға ештеме біздің Қазақстанның қарулы күштеріне ешқандай жақсылық олар әкелмейді. Менің ойым сондай. Қандай сіздердің ой пікіріңіз болса, комментарийға жазып, лайк қойып, ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.